Сәтбаевтағы қара қар қазақмыс қазандығынан шыққан. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сәтбаевқа қара қар түскен. Мамандар бұл жағдайды қазақмыс дистрибьютинг жшс қазандығынан шыққан газға байланысты екенін айтты деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Департаменттің берген жауабы бойынша Сәтбаевқа жанбаған көмірдің шаңы түскен. 2024 жылдың 31 қаңтарында күндіз Сәтбаев қаласының тұрғындарының барлығы дерлік қара қардың түскеніне куә болды. Қара қардың түсуіне қазақмыс дистрибьютинг жшс-ның қазандықтағы пайдаланылған газдардан ауаның ластануы себеп болғаны анықталды деп жауап берді Ұлытау облысы бойынша экология департаменті. Экологтардың айтуынша қазақмыс дистрибьютинг қазандығының барлық жабдықтары моральдық тұрғыдан ескірген және тазарту құрылыстарының дұрыс жұмыс істемеуі байқалған. Жабдықты герметизациялау бойынша бірқатар бұзушылықтар анықталған. Сонымен қатар қазандық күлі жоғары көмірді тұтынуға арналған және оны күлі аз көмірге ауыстыру техникалық жағдайға мүмкін емес екені айтылды. Компания бірнеше рет әкімшілік жазаға тартылды және оған нұсқамалар берілді. Ал ақпан айында мамандар қазандықты тексеруге уәде береді.